Отбасы банкінен ипотека алайын деп жүрген, болашақта алып қаламау деген барша жандар көріңіздерші. Керемет, қазір лайфхактар айтылады, ағайын туыс бауыр бәріне таратып қойыңыздар. Дәл осыдан бір жылдай бұрын мен сіздерге арнайы бір формула көрсеткен болатынмын. Сол кезде айттым, барлықтарыңыз өздеріңіздің отбасы банкінде қосымшаларыңызды ашыңыздар. Сөйтіңіздер де депозитті басып, астыда вознаграждение, сыйақы дегенді көріп, 200-ге көбейтсеңіздер, 50-50 мен қандай соманы ипотекаға алу мүмкіндіктеріңіз бар, сол шығат деген етім. Яғни, мысалы дейік та, сіз өзіңіздің отбасы банкінің қосымшасын аштыңыз, вознаграждение деген жерде сізде 100 мың деп тұрса, 100 мыңды 200-ге көбейтсеңіз, сіз 50-50 мен 20 миллионның үйін алуға мүмкіндігіңіз бар. Енді қосымша тағы да бір формуланы көрсетіп жерін, енді халыққа пайдалы болсын, ел жұрт үй алсын. Осыны обратный формуласы. Яғни сізде келесідей сұрақ туындауы мүмкін. Так, мен 30 миллионны, мен 40 миллион үйін алсам, қандай вознаграждение керек дегендей ше. Яғни менде бар емес, қандай керек деген. Мысалы, көрдіңіздер ма? 20 миллионды обратный формулада бөлеміз 200-ге. Тең сіздерге қажетті вознаграждение шығады. Келесі супер мәселе, қараңыздаршы. Енді көптеген халыққа ыңғайлы болады. Енді сұрақ, бағанағы 20 миллионның үйін алу үшін 10 миллион теңгемді салдым, қанша айдың ішінде ипотека рәсімдей алам деген сұрақ туындаса, өздеріңіздің депозиттеріңізге салатын соманы, жақсылап тыңдап алыңыздар, өздеріңіздің депозиттеріңізге салатын соманы бөліңіздер 600-ге. Тең сіздерге ай сайын түсетін вознаграждение шығады. Мысалға, 20 миллионның үйін алғысы келді, бөлдік 200-ге. 100 мың вознаграждение керек 20 миллион үйін рәсімдеу үшін. Енді депозитке 10 миллион теңге салды, соны 600-ге бөлдік. Тең ай сайын 10 миллион теңгеге отбасы банк 16.667 теңге вознаграждение беріп отырады. 16.667-ні көбейтсек 6-ға тең 100 мың шығады. Немесе қажетті вознаграждение бөле саламыз 16.667-ге, тең қанша айда сіздер қажетті вознаграждение жинайтындарыңыз шығады. Мынау енді супер ыңғайлы сіздерге формулада, біз өзіміз жұмыс жасайтын формулалар беріп отыр қой, тұр, халық біліп жүрсінші деп. Түсінбей жатсаңыздар, қайта көріп, асықпай санап көріңіздер, кімде депозитінде қанша вознаграждение бар, өздеріңіз қандай сомаға ипотека рәсімдеу мүмкіндіктеріңізді санап, астыға жазыңыздар, біз тексеретін боламыз. Жақсы достар.